Ғалымдар ер адамның күш-қуатын арттыратын азық-түліктерді атады. Армысыздар, арнаға қош келіпсіздер. Видеоның соңына дейін көріп, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ер адамның күнделікті диетасы теңдестірілген және әртүрлі болуы керек. Потенцияны келесі өнімдермен сақтауға болады. Барлық түрдегі жаңғақтар, олардың құрамында Е-В дәрумендеріне бай магний, мырыш сияқты заттар бар. Балық, фосфор, кальций, мырыш және бірқатар витаминдердің балықтардың көзі аптасына кеміне 2 рет мәзірде болуы керек. Келесі, арық ет. Ерлердің жыныстық белсенділігі үшін құрамы мен пайдалы қасиеттеріне бай қызыл етке басымдық беру керек. Біраз тәттілер. Жыныс аймағына ең пайдалы бал мен қара шоколад. Тауық жұмыртқасы. Өнімнің құрамына қан айналымын жақсартатын, иммунитеттің күшін жоғарылататын өнімдер болады. Эрекция кезінде пенис тіндерінің қанмен жақсырақ толтыруға көмектеседі. Осылайша потенциал проблемаларын жояды. Теңіз тағамдары. Мырыш пен ақуыздың көзі, соның арқасында тестостерон жеткілікті мөлшерде шығарылады. Цитрус. Бұл жемістер лютеиннің алмастырылмайтын көз болып табылады. Соның арқасында қандағы тестостерон концентрациясы артады. Өсімдік майлары. Е дәрумені мен шәует сапасын жақсартатын гормональды деңгей орнататын басқа заттардың көзі. Гранат. Осы жемістің арқасында қан тамырларының қабырғалары мен жүректің қызметі күшейіп, қан тамырлары кеңейіп, эрекция кезінде жыныс мүшелеріне қан оңай түседі. Ақжелкен мен шпинат. Күш пен әлеуетті арттыру үшін еркектерге арналған тағамдар болып саналады. Келесі видеода көріскенше.